Сәлеметсіздер ме, балалар? Сендермен судағы негізгі қауіпсіздік ережелері туралы сөйлескім келеді. Ең бастысынан бастайық. Ересектердің қатысуынсыз жүзуге болмайды. Арнайы қоршаудан тыс жүзуге тыйым салынады. Ал егер олар болмаса, жағадан алжақтамау қажет. Кемелерге жақын жүзуге болмайды. Таяз немесе түбі таныс емес жерлерде суға секіруге болмайды. Қайықтардан, айлақтардан, көпірлерден және осы мақсатқа арналмаған басқа жерлерден секіруге болмайды. Су қоймаларында үлкен тастармен немесе бетон тақталары бар жерлерде жүзуге болмайды. Олар мүкпен жабылып, тайғақ болып, көтерілуге қиындық туғызады. Желдендірілген матрастар мен дөңгелектер жағаға жақын жүзуге арналған. Қарсыласыңызды басып су астында ұстауға байланысты ойындарды ойнауға болмайды. Досыңыз тұншығып қалуы немесе есінен тануы мүмкін. Есіңізде болсын, бұл ережелер барлығына қатысты. Құрметті Талас ауданының тұрғындары мен қонақтары, судағы қауіпсіздік қағидаларын қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. Жасөспірім балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Балалардың суға батуының басты себебі қауіпсіздік ережелерінің өрескел бұзылуы. Тыйым салынған жерлерде суға түсудің соңы қайғылы жағдайға кеп соқтыруы мүмкін. Қараусыз қалған балалар. Қайғылы оқиға осыдан басталады. Құрметті Талас ауданының тұрғындары мен қонақтары, судағы қауіпсіздік ережелерін сақтауларыңызды сұраймыз. Өз қауіпсіздігіңізді естен шығармаңыз.